Бұл Базель командасын көз жасы, бүкіл Швейцария жылаватыр. Сақал мощный екен базар жоқ. Жоқ, ана жақта сақал көрген вообще мықты. Қайсы алып көрсеңші оны. Әреке, қош келді. Рахмет сіздерге, рахмет үлкен. Ассалаумағалейкум. Қай дела болса қарсы. Асығыстау кішіге көкем. Қостанай қаһарман қаласы! Тарихта қалатын ойын басталады ағайын. Әдемі, күшті. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Қостанайда тағы да футбол мерекесі. 17 жылдық тарих қайтып қайталануда. Тобол, Базель. Достар, бүгін тарихи сәт. Бүгін біздің Қостанайда футбол мерекесі. Екінші квалификациялық раунд. Швейцария Базелі бүгін бізде қонақта. Мана жаңбыр жауды. Осыдан 17 жыл бұрын дәл осылай жаңбыр жауған. Шөп 0-0 болды. Бүгін де 0-0 болса жақсы, бірақ Тобол жеңеді деп ойлаймыз. Жігіттер, жаңбыр жауды шана. Не істейміз? Қалың киіндіңдер ме? Нормально. Сен сақал мощный екен базар жоқ. Жоқ, ана жақта сақал көрген вообще мықты. Қайсы алып көрсеңші оны. Ағам базар жоқ енді. Мықты бір актер сақты, сақалды айтсайын. Бізге филиал сақты болып қалды ше. Welcome. Қалайсыздар? Рахмет. Қалай амансыздар? Қалай жеттіңдер? Жақсы, рахмет. Қалай, мана сіздің неңізді көрдім Инстаграмда. Қалай біздің стадион? Өте әдемі жалпы. Мен Қазақстанда біраз жерде болмын негізі, бірақ мынандай стадион күтпедім именно Қостанайда. Енді ескі стадион дейсіз, новый қылғаны керемет, ұнады маған реконструкция істеп. Керемет стадион. Жалпы бүгінгі ойын жайлы. Ұтсын, уайымдап отыр. Бүгін бүкіл Қазақстанда енді тарихта болмаған нәрсе ғой негізі. 3 командамыз Еврокубокта, 4 командамыз дейікші. Жоқ, 4 командамыз. Енді кеше Астана ұшып кетті Европаға. Хотя бы Европаға шықсын дейміз. И 3 командамызға сәттілік Лига конференцияда. Әреке, қош келді. Рахмет сіздерге, рахмет үлкен. Біздің жалпы өзіміздің влогымызда өзіміздің олимпиадымыз бар. Чисто осындай олимпиад живой. Так, пацаны, как дела? Как дела? Что, подождем? Ас болсын. Так, давай. Бүгінгі ойын қандай счет болады? 1-0 Базель. Базель. 1-0 Тобол. 2-1 Тобол. 1-1 Тобол. Давайте, короче, кто не угадал, тот делает в конце там 5 приседаний. Давай. Да, ты говоришь 1-0 Базель, 1-0 Тобол. 2-1 Тобол. 2-1 Тобол. 2-1 Тобол. 2-1. Встречаемся, как все зайдут, игроки вон там. Хорошо? Четвером подходим, да? Кто не угадал, если четверо не угадали, четвером делайте приседания. Все? Договорились? 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 Договорились. Все, датчиктер. Осылай жастарды спортқа ақырындап не істеп келе жатыр. Сіз біраз болды ма осы салада жүргеніңізге? 2006 жылы болған жоқсыз ба? Болдым. Болдыңыз ба? Осында стадионда болмандай қатты травмалар, бір есіңізде қалатындай бір футболист. Жоқ, ондай болған жоқ қатты. Ондай болған жоқ. Жоқ, болған жоқ. Анда-санда болады. Мелкий ма? Анау киімді емдеп жүресің сонда. Міне Базельдің ойыншылары шықты. Қалайсыңдар жігіттер, амансыңдар ма? Көкем жүр ғона. Бәрі кепті ғой. Айтпайсыңдар ма келеміз деп? Қош келатсыңдар, қош келатсыңдар. Ана тәтем жүр, бәрі кепті. Осылай влог жүргізетін болса білеш. Ойбай. Біздің жолта-зеленый ойындар, ассалаумағалейкум жігіттер. Сәттілік. Жігіттер шығып жатыр. Әне. Ой, тамаша. Давай, дебле, брат. Істеп стандарш, бір күшті қып, кәдімгі. Бір тыныш ұйықтайық бүгін. Мен үлкен ағам келатыр. Мен досым келатыр. Досым. Олқа сөйлесіп кетшар. Ассалаумағалейкум. Как дела у вас қарсы? Асығыстау кішіге көкем. Ассалаумағалейкум. Здравствуйте. Как вам Костанай, как вам костанайский футбол, структура? Вы много где поиграли? Да, отличный стадион. Люди в целом в городе очень приятные, дружелюбные. Так что, все условия для работы есть. Дай бог, чтобы все сложилось удачно сегодня и будем двигаться дальше. Все, спасибо вам. Победы. Спасибо. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бүгінгі ойыннан не күтесіз? Жеңіс күтем, біздің тобыл жеңіске жетуге тиіс.
Жана жаңбыр жауды, тамаша болды, енді бәрі құтты болсын, бәрі жақсы болады. Жаңбыр білесіз ба неге жауған? Енді нұр жауып отыр. Швейцариядан келген футболисттер маған тасаттық берген ғой. Тамаша. Біз 20 жыл осында тұрамыз. Қостанай со келгеннен жаңа осы тобылға жаңа келіп тұрамыз ойынға. Сәттілік, жеңіс болсын. Аман, рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Достар, бұл Еламан дейтін жігіт Инстаграмға әдемі кадрлар салатын осы жігіт. Ела, бүгін мықты гол салатқан кадрлар болады деп ойлайсың ба? Әрине болады. Болды ма? Болды, әрине болады, брат. Давайте. Удачи! Тарихта қалатын ойын басталады ағай! Ағай, ойынның 5 минуты өтті. Әзірге ойын тыныш, ондай қатты бір моменттерде ештеңе болған жоқ. Айтпақшы, біздің каналға қосылыңыздаршы. Просмотр көпті, подписчик аз болып тұр. Сондықтан Қала медиаға ютубқа кіргенде қосылып қараңыздаршы. Ойындағы бірінші угловой, білесіздер, ана блокта айтып едім, угловой деп. Көреміз, қазір мүмкін салып жүретін шығар. Біздің ойыншыларға жол келіп кішкене сәл ақырындап ойнау керек. Базель табуды қарқыны жақсы еді басына, бірақ Базель жиналып Европада келген команда екен. Паспен күшті комбинацияны күшті көрсетіп жатқан жоқ. Бірақ көреміз енді қалай болады. Әдем, Рамазан. Швейцарияда салған голды Қазақстанда да салу керек. Әдем, күшті. Осы шақпен көп атака жасау керек. Академиштер, дебіле ағаларым. Базель ойыншылары бізге гол салып жүрді. Кеше де тренер айтып еді. Базель тез гол емес, ойынның 33 минутта болып қалды, бірақ әдемі шабуылшылық келе жатыр да, тағы да Хонкамен сақтау гол жіберіп алып. Мүмкін осы голдан кейін жаңа шығармыз, көреміз. Әдем соқты ол шықты. Бірінші таймда бір гол салыңыздар, жақсы болады дейміз. Біздің воротаға пенальти қойып. Есеп 0-2. Ойынның 31-ші минуты. Жіптеге салыңдар шай! Еркері! Пенальти! Давай, футбол салыңдар. Дебиле или Оразов деп еді, тренерім. Дебиле тивен деп атыр. Дебиле, хорош! Молодец! Красавчик, молодец. Телевизорда көрген істеп жатыр ғой патсия. Чистаков жатыр, бұл Чистаков травма Базель алда, бірақ Штайнда ана вороттағы негізі жақсы ойнайды. Өйткені Хонкаға да сол воротта впереди команда Базель. Кіріп кетсең. Достар, екінші тайм бастайын деп жатыр. Базельдің ойыншылары дәлмен артында шығып келе жатыр.
Көреміз енді Тобол. Осы счет ұстап қалып тағы да бір гол соқса негізі жақсы болады. Ассалаумағалейкум. Жақсы, біздің воспитанниктер құдай қаласа мүмкін екінші таймда шығып қалатын шығар қазір. Біздің ойыншылар алаңға шықты. Шөп деп пен счет. Счет 1-2 әзірге Базель алды, бірақ мұндай счет сақталып қалса да біздің Тобол ары қарай өтеді негізі мені кім түсіріп жатыр деп ойлайтын шығарсыздар көбісі. Мен көрсетіп қояйын. Мен түсіріп жатқан мына жігіт. Мен. Ота микрофон жоқ, ол естілмейді. Міне. Мен түсіріп жатырмын. Ассалаумағалейкум достар, қазір екінші тайм басталды. Көреміз қандай счет болады екен. Осындай доппен ойнайды екен, әдемі екен. Чемпионат мейрам доп айтпақшы. Ахмет Тобол. Ояншық қолма 8-ші номер. Давай, выходи. Кішкене жетпей қалды, кішкене. 7-ші номер Базельдағы күшті. Гризман сақты, сол 6-тан қараған жақынан көрмейді. 6-тан Гризманға ұқсайды. Достар, бізде замена олайын деп жатыр. Габараев защита ашқан деп жатыр. Қорға енді защитадан кішкене өселу өтеді көріп, өйткені ойын 60-ші минутқа жақындап қалды. Сондықтан да дұрыс жақсы істеп жатыр, бәрі әдемі. Бізде ойыншы ауысты Бағдат Қайыров кішкене шаршап қалды, мойындау керек. Габараев шықты, защитаны қорғаушыны шығартып отыр. Қалай қабылдайды. Тоболдың шабуылы. Чесноков, әдем Оразов. Габараев па! Оразов па! Оразов па! Мұнда қатепсейік кішкене. Подбор жоқ бізде, қараш, подбор жоқ, ортада жоқ ешкім. Подбордың екіншісінде артқа жіберді. Ильичте жарым метрден жаққа жіберді, Оразовта атакаға жіберді. Достар, ойының 67-ші минуты, енді Базель, мана жоғарыда айтып кетті ғой, енді Швейцарияның 20 рет чемпионы болған ғой. Атак жасап жатыр, енді осы шотты ұстап қалу керек, негізі бар, бізге жақсы. Бір гол салса, тіпті вообще керемет болатын бізде. Көрейік енді, Тоболдың бәріміз сенеміз енді Тоболға. Екінші замена бізде кімді алпыстан деп жатыр? Оразовты алпыстан деп жатыр, енді Оразов кішкене шаршады. Келесі ойынға да керек негізі Оразов. Молодец, Забель шыққан деп жатыр. Көрін бе қалай істеген, өз-өзіне тұрғызып жүрсін. Біздің торғайдың жігіті ғой негізі. Айбалан қасырған. Гол болды! Гол болды ғой. Гол, Забелин 2 рет басып қандырды ғой, ё-мое. Базель деп жатыр ғой, бірақ енді олар да шаршаған көрініп тұр, уже кішкене былай грубо ойнап, қолмен де допты тоқтатып жатқандар бар. Көреміз енді. Бізге қабір нападающий жақсы біреу шықса, біздікілерден негізі тағы да бір гол салдыға болады деп ойлаймын. Айтпақшы, құрметті достар, айтып кететіндей, бүгін полный билет сатылды, стадионда орын жоқ. Камера ан жаққа бұрсаң, ан жақта да адамдар бәрі қарап тұр. Өйткені бүгін ойында билет жоқ. КПЛ-да да осындай атмосфера болса, мықты болады негізі. Я наколдовал, чтобы Жасик забил. Если он забьет, надеюсь, он смотрит это видео, он мне должен футболку подогнать свою. Міне ағайын, футбол бұл достықтың мекені. Көріп тұрсыздар ғой, біздің капитан Самат аяқ ауырып жатса да Базельдің ойыншы көмектесіп жатыр. Рахмет, респект. Самат жарым деп жаңа көрдіңіздер, кішігірім жарақат алып қалды. Қазір кішкене басқаша қылады ау. Мужик шығайын деп жатыр, айтпақшы біздің капитан. Вукаденовичті алып тастады, неге екен білмеймін. Жасик шықты. Бір қуантатын Жасик біздің тәрбиеленуші. Мен что-то Базель қатты ойнап жатыр. Екеумізді қылатты бар ғой. Екеумізді еді ғой. Екі ойыншымызды қылат. Ал, біздің капитан шықты, Серікжанның Айбаланға асырып, Забелин сауатын сақты.
Көпір сұқыра береді екен адамдарға. Достар, 93 минут аяқталды, бірақ ойынға 5 минут қосылды енді. 5 минут шыдап беріңіздер, 5 минут қана. 2 минут шыдайықшы. Кішкене қалды. 17 жылдан кейін тарихқа кіреміз қазір. Давай, жігіттер. Алға шықты. Желді, Базилді. Молодцы, молодцы. Победа. Победа. Біз тарих 17 жылдан кейінгі Базилді өттік. Эй, молодцы, молодцы. Жеңіске жетті бүгінгі біздің. Yes, молодцы. Тарих. Ал, ағайын. Тамал, жеңіске жетті. Біз алаңға ат шықтық, негізі. Мықты ойын болды, мықты. Табол. Ассалаумағалейкум, қалай амансыздар? Ойын жайлы, бір-екі ауыз. Өте қиын ойын болды. Себебі Базель бірінші ойыннан кейін атака ойнау керек болды. Сондықтан барлық күшін бәрін алдыға жіберді. Бірақ жігіттер өздерінің ең басты міндетін орындады бүгіндікке. Бүгінгі жеңіс үшін өте қуаныштымыз. Осал команда болған жоқ, өздеріңіз білесіздер. Қандай да қателіктер болмасын, мен өзім пенальтиге қате болды. Ең бастысы енді мақсатымызға жеттік. Осы қазақ елі үшін бүгін үлкен жеңіс, құтты болсын баршамызға. Жеңіс құтты болсын, рахмет сізге. Табол, мықты, яма. Сері, жеңіс құтты болсын, рахмет сізге. Мереке сыйлағаншы рахмет. Мана видеоның басында бұл бойын жігіттерін спорласқамыз. Кім дұрыс счет таппайды, сол 5 приседания жасайды деп. Давай, 5 раз, поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Рахмет, все. Спасибо, жігіттер. Давайте. Болашақ біздің Құдай қаласа жұлдыздарымыз көреміз. Қалай болады өйткені ойын көп алда. Табол тарихы үлкен болады деген ойдамыз. Өйткені енді Базилді жеңіп кету дейді ол. Әр команданың қолынан келе бермейді, әр клубтың қолынан келе бермейді. Ареке, рахмет Қостанайға келгеніне. Разы болсын. Ойын жайлы. Қиын бірінші қорқып қойды, бірінші тайм қатты қорқып қойды. Собрались, жақсы контратакамен. Дебленің удары прекларіне дейді, негізі 2-2 болатын еді. Бірақ қиын болды, Базил мықты команда, мойындау керек. Действительно, екі паспен бірге бір шығып кетіп жатыр ғой. Все, брана, рахмет. Тағы да қош келдіңіз. Осылай жігіттер келіп жатыр, көбірек осылай қазақша контент көтеретін біздің жігіттер Қостанайға келіп, тобыл туралы блог көрсе, жақсы ғой, 2 зімге. Достар, ойын аяқталды, Табол тарих жасады, ары қарай өтті. Енді келесі команда немесе Финляндия, немесе Северный Ирландия болады. Таболға жанкер болыңыздар, Таболды жақсы көріңіздер. Алға Табол!